Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен дәмі тіл үйіретін 5 түрлі рулеттер дайындайтын боламыз. Ең алдымен фарш қосылған омлетін рулет дайындаймыз. Жұмыртқаға сыр, майонез, 3 ас қасық манная крупа, жарты кіші қасық куркума, жарты кіші қасық қара бұрыш, тұз қосып, барлығын жақсылап, бір текті масса болғанша араластырып аламыз. Пергамент қағазы төселген противеньге саламыз. Барлығын жақсылап лопатканың көмегімен жайып шығамыз. Міндетті түрде сапалы пергамент қағазын пайдаланыңыздар. Егер пергаментте күмәніңіз болса, жақсылап майлап алып, сонан соң қамырды құйғандарыңыз дұрыс. Қызып тұрған пеште 180 градуста 8-10 минут пісіріп аламыз. Салмасын дайындауға кірісеміз. Фаршымызға блендерден өткізілген пиязымызды, бұрышымызды, тұзымызды салып, барлығын жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Салмамыз дайын. Суыған рулетімізді фольгаға аударып, пергамент қағазын абайлап шешеміз. Салмамызды салып, бір тегіс қылып жайып шығамыз. Жақсылап тығыз қылып ораймыз. Шовын астына қаратып, фольгаға орап 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Піскен соң фольгамызды абайлап ашып, тағы да 2-3 минутқа духовкаға салып аламыз. Рулетіміз дайын. Арасы өте әдемі болып шығады. Дәмі деген өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сәбіз қосылған рулет дайындаймыз. Сәбізді ұсақ үкіштен өткіземіз. Табамызға сары майымызды салып, ерген соң сәбізді орташа отта жақсылап қуырамыз. Жақсылап қуырған соң отты азайтып, крышкасын жауып бұқтырамыз. Үнемі араластырып отырамыз, себебі асты күйіп кетуі мүмкін. Қайтадан араластырамыз, осыны 3-4 рет қайталаймыз. Сәбізіміз дайын болған соң басқа ыдысқа салып суытамыз. Жұмыртқамыздың ақуызынан сарыуызын ажыратып аламыз. Ақуызын әппақ көбік болғанша миксерлейміз. Міне осындай көбік болады. Суыған сәбізімізге 5 жұмыртқа сарысын салып, қара бұрыш, тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сонан соң ақуызымызды бірнеше этапқа бөліп, салып, жоғарыдан төмен қарай лопатканың көмегімен араластырамыз. Бізде міне осындай масса шығады. Противеньге пергамент қағазын төсеп, бір тегіс қылып жайып шығамыз. Пергамент қағазында күмәніңіз болса, міндетті түрде майлап алыңыздар.
себебі жабысып қалуы мүмкін. 180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіреміз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Творожный сырға аскөкті майдалап турап салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Столға пищевая пленкамызды төсеп, суыған бисквитімізді салып, пергамент қағазын абайлап аламыз. Сонан соң салмамызды салып, барлығын біртек тығылып жайып шығамыз. Пищевая пленканың көмегімен осылай рулетімізді ораймыз. Және осы пищевой пленкаға орап, бір күнге холодильникке салып қоямыз. Міне рулетіміз бір күн тұрды. Өте әдемі, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қызылшадан селедка қосылған өте дәмді рулет дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқамыздың ақуызынан сарыуызын ажыратып аламыз. Сарыуыз ақуызға кіріп кетпеу керек. Мұқият болыңыздар. Миксердің ең жоғары жылдамдығында миксерлейміз. Миксерлеу барысында шым-шым тұз салып жібереміз. Міне осындай аппақ көбік болған кезде миксерлеуді тоқтатамыз. Алдын ала қайнатылған қызылшамызды ұсақ үкіштен өткіземіз. Оған сарыуызымызды, тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң ақуызымыздың жарты бөлігін салып, лопатканың көмегімен жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Бұл кезде біздің үлкейіп тұрған массамыз кетпеу керек. Сол үшін мұқият болыңыздар. Менің сарыуыз салып жатқан жерім камераға түспей қалыпты. Айып етпеңіздер. Соңынан жүгері крахмалын қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Осымен қамырымыз дайын. Формамызға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды құямыз. Егер пергамент қағазының сапасында күмәндарыңыз болса, оны майлап алғандарыңыз дұрыс. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Жақсылап бір тегіс қылып жайып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Оған дейін салмамызды дайындап аламыз. Творожный сырымызға майдалап туралған аскөкімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Осындай столдың үстіне пищевая пленкамызды төсеп, суыған бисквитімізді төсейміз. Сонан соң начинкамызды салып, бір тегіс қылып жайып шығамыз. Ұзынша қылып туралған селедкамызды саламыз. Жақсылап рулет қылып ораймыз. Тығыз қылып орағандарыңыз дұрыс, сол кезде әдемі рулет болып шығады. Жақсылап пищевой пленкаға орап, бір түнге холодильникке салып қоямыз. Сырные шарики дайындаймыз. Ол үшін сырымызды ұсақ теркадан өткізіп аламыз. Ақуызымызды аппақ көбік болғанша миксерлейміз. Ақуызымызға електен өткізілген ұн мен қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сонан соң теркадан өткізілген сырымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осындай масса шығады. Осы массадан майда шариктер жасап шығамыз. Шамамен 28-30 штук шарик шығады. Міне осындай шариктер шықты.
кеңірек ыдысымызға панировочный сухарийімізді салып, сухариге шариктерімізді салып, осылай аунатып аламыз. Қысып тұрған майға шариктерімізді салып, қызарғанша қуырып аламыз. Қуыру барысында келесі бетке алмастыруды ұмытпаңыздар. Қуырылған шариктеріміздің артық майын алу үшін салфеткаға сүзіп аламыз. Достар, міне осындай дәмі өте керемет сырный шарики шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Тауық етінен жасалған өте дәмді рулет дайындаймыз. Ол үшін майдалап туралған пиязымызды жақсылап майға қуырып аламыз. Сонан соң 800 грамм фаршымызға қосып, үстінен қарабұршымызды саламыз. Қызыл паприкамыз саламыз. Тұзымыздан саламыз. Және қарабұршымыздан салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Фольгамызды төсеп, бетін жақсылап сұйық маймен майлап аламыз. Фаршымызды салып, бір тегіс қылып жайып шығамыз. Алдын ала жуылып кептірілген өрігімізді тізіп шығамыз. Кішкене ораймыз, жақсылап орау керек. Осындай фольганың көмегімен ораймыз. Сонан соң аздап мейізімізден саламыз. Қысып тұрған пеште 180 градуста шамамен 40 минут пісіріп аламыз. Пісіп дайын болған рулетімізді жақсылап суытып, пищевая пленкаға орап, холодильникке бір түнге салып қоямыз. Сол кезде оңай және тез кесілетін болады. Өте ерекше мерекелік дастархан сәнін келтіретін рулетіміз дайын болып шықты. Өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маралмен бірге болғандарыңызға рахмет.